Сәлем достары, темір жол әлемдегі ең қауіпсіз көлік түрі деп айтуға толық негізі бар. Себебі оның қатысуымен болатын аппараттардың саны тек саусақпен санарлық қана. Бірақ дүниеде жолаушылар ол жерден өтіп бара жатып, терезелеріне қарай алмайтын қауіпті темір жолдар жоқ емес. Біз бүгін сіздерге әлемдегі ең қауіпті темір жолдарды айтатын боламыз. Әлемдегі ең қорқынышты теміржол көпірлерінің бірінен саналады. Ол терең шатқал үстінде қадалар арқылы орналасқан. Ал таудан құлаған сарқырама вагон терезелерінен анық көрініп, кейде тіпті су тамшылары терезелерге шашырап та жатады. Мұндай керемет әсерді Аустралияның кез келген теміржол бөлігінен көре алмайсыз. Көптеген жолаушылар пойыз осы бір тұстан өткен кезде көңілдерін аулап кітап оқып немесе терезеге мүлдем қарамайтынын көрінеді. Темір жолдың бұл бөлігі әдемі алқаптың үстінде салынғанды. Бұл биіктікте кетіп бара жатқан пойыз ішіндегі жолаушыларды бей-жай қалдырмасы анық. Себебі мұндағы керемет көрініске көз тоймайды. Ал егер сізге адреналин жетпей жатса, онда 2002 жылғы болған дәл осы жердегі оқиғаны есіңізге салсақ жеткілікті болары. Бір таңқаларлығы, бұл апатта бірде-бір адам зардап шекпеген екен. Темір жолдың бұл бөлігінде сізді құламалар, өрмелер мен тоннельдер күтеді. Бұл жолдың құрылысы қиындықтар мен апаттарға байланысты бірнеше жылдарға созылған екен. Нәтижесінде 20-шы жылдардың басында ашылады деп күтілген. Бірақ жол 40-шы жылдардың аяғында іске қосылды. Бұл темір жол сәулет ескерткіші болып саналады және толықтай мемлекет қорғауында. Ал оның құрылысы сонау алтын дүрлікпес кезінде салынған. Қазір ол жол арқылы сол замандағы алтын іздеушілердің мекенін тамашалағысы келетіндерді тасымалдау мақсатында арнайы пойыз жүреді. Достары, сіздерге бұл видео ұнаса, лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Ал сіздер біздің видеомызды үзбей көретін болсаңыздар, арнамызға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал сіздермен бірге болған бұл қызықты мәліметтер арнасы сау болыңыздар.